1994 жыл. Ақпанның 4-нен 5-не қараған түні Ақмолада қайғылы оқиға орын алды. Бұзақыларды тоқтатуға келген тәртіп сақшысы Жанайдар Жирентаев оққа ұшты. Милиция кіші лейтенанты Жанайдар Жирентаев ішкі істер органдарына 1984 жылы келген. Қылмыстық іздестіру саласында қызмет еткен ол өзін әркез жақсы қырынан көрсетті. Сертіне берік болған сақшы небәрі 33 жасында қызмет бабында көз жұмды. Міндет, абырой, ерлік. Бұл қазақстандық полициялар үшін бекер жай сөздер емес. Бұл олардың ұраны. Сол қайғылы жағдайдан 30 жыл өтсе де, ер есімі ел есінде. Ерлік ұмытылмайды, ұлықталады. Бүгінде ержүрек милиция қызметкерінің есімін тек ішкі істер министрлігінің мұражайында ғана емес, елорда төріндегі көше мен мектепте кездестіруге болады.